Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда оқушылармен өткізген сабағым туралы айтатын боламын. Алдымен оқушыларымды сабағыма қызықтыру үшін және өткен тақырыпты қайталап алу үшін осындай жұмыс дайындап қойдым. Бұл алақандарға жазылған сөйлемдер present simple'ның болымды түрлеріне байланысты берілген. Бұл сөйлемдердің бірі дұрыс болса, екіншісі бұрыс. Яғни оқушылар дұрыс сөйлем болса, саусақтарын көтереді, ал сөйлем бұрыс болатын болса, оқушылар саусақтарын төмен түсіреді. Қазір осы көріністі көріңіздер. She goes. I like. They have breakfast. They have breakfast. She goes. Okay. They have breakfast. Nice. I like. Yes. Okay. Мінекей осындай жұмыс арқылы оқушылардың present simple'дің болымды түрін қаншалықты білетіндігін тексеріп алдым. Келесі жағдайда present simple'дің болмысы және болымды түрлеріне байланысты тапсырмалар беріп, бұл ережені қалай түсінгендігін оқушылардың тағы да тексеріп алдым. Do you like salt? Yes, I do. Мінекей оқушыларым present simple'ға байланысты сұрақтарды дұрыс қойып, және ол сұраққа болымды, болмыс түрінде дұрыс жауап қайтарып жатыр. Бұл оқушыларымның present simple'дан жалпы болымды, болымсыз, сұраулы түрлерін өте жақсы түсінді деп айтуға болады. Әрі қарай оқушыларымнан үй тапсырмасын қалай сұрадым. Ол үшін оқушыларыма осындай жұмыс дайындап қойдым. Бұл сөйлемдер оқушылардың үй тапсырмасына берілген мәтіндерден алынған және оның ішінде мәтінге мүлдем қатысы жоқ сөйлемдер де бар. Бұл сөйлемдердің барлығын қиып, әрқайсысын шатастырып, партаның үстіне, мұғалімнің партаның үстіне немесе шкафтың бір қандайды бір бөлігіне апарып қойған болатынмын. Солайша үш оқушыны тақтаға шығардым. Үш оқушыға осы жұмысты түсіндірдім. Яғни оқушылар үйге білген мәтіннің сөйлемдерін біріктіріп ретімен қойып, бір мәтінді жасап шығару керек болатын. Оқушыларға 2 минут берілді. Ол 2 минут мен экранға шығарып қойған болатын. Оқушылар ол 2 минут өзі аяқталғаннан кейін, дауыс шыққаннан кейін автоматты түрде жұмысын аяқтайды. Қаншалықты жұмыс орындады, сол жұмысты тексеріп шығамын. Мінекей видеода көріп отырғандарыңызда, бұл менің оқушыларымды тексеріп жатқандағы уақытым, яғни бұл оқушы кішкене қателескен, өзінің үйден оқып келген тапсырмасындағы сөйлемдерді шатастырып алған. Бұл оқушының мәтінді әлі де үйден дұрыс оқымағандығын көрсетеді. Ал басқа екі оқушым мәтінді өте дұрыс аяқтап шықты. Міне бір оқушымда тек қана бір қате кетті. Ал қалған мәтіннің сөйлемдері ретімен дұрыс қойылған. Бұл оқушы мәтінді үйден тұрақты оқыды, сөйлемін біледі, аудармасын деген мағынаны білдіріп, міне уақыты аяқталғаннан кейін оқушылар өзінің жұмысын аяқтайды. Бұл да бір үшінші оқушының бірі, 10 балл алған оқушым, сөйлемнің барлығын 2 минуттан бұрын бітірген оқушы мәтіннің барлығын сөйлемдерін ретімен қойып, өзінің жұмысын теп-тез аяқтап шықты. Тобымда барлығы 15 оқушы, 3 оқушы жаңағы көрсеткенде жұмыстармен жұмысшысы, қалған 12 оқушыға осындай жұмыс дайындадым. Бұл оқушылардың мәтіндерге байланысты берілген сөздері, оқушылар ол сөздерді үйден міндетті түрде жаттап келу керек болатын. Ал мына жердегі сөздерді оқушылар сол жаңа сөздердің ішіндегі қайсысы бар, соны өздері тауып шығу керек. Міне мына видеода оқушылардың барлығына бірдей уақытта тапсырма берілді. Алдарындағы қағаздардан оқушы өздерін жаттап келген жаңа сөздерін нақты белгілеп шығу керек. Ал мәтінге қатысты емес сөздер болатын болса, оны мүлдем оқушы белгілемейді. Осылайша оқушылардың жаңа сөздерді қаншалықты жаттап келгендіктерін, қанша сөзді білетіндіктерін 2 минуттың ішінде толық аңғарып шығуға болады. 2 минут аяқталғаннан кейін оқушылардың қолдарындағы барлық тапсырмаларды жинап алып, қай оқушыда қаншалықты қате жіберілді, сол туралы айтып, оқушыларға осы үй тапсырмасын тексеру үшін берілетін ұпай балдарын беретін боламын. Міне осы әдіс арқылы оқушылардан бар жоғы 2 минуттың ішінде 15 оқушыдан толық үй тапсырмасы сұралынып шығады. Осы әдісті баршаңызға байқап көруге кеңес беремін. Бұл әдіс өзіңіздің оқушыларыңызға да және сізге де ұнайтын болады.
әсіресе мұғалімдердің уақытын үнемдеуге өте пайдалы әдіс деп ойлаймын. Бұл видеомды өздеріңіздің сабақтарыңызға деген пайдасы болар деген ниетпен салып отырмын. Сондықтан да өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік тіледім. Сау болыңыздар.